Мөлдір Әуелбекова 15 жыл күткен үлкен арманын санаулы күндерден соң халық алдында орындамақ. Өнердегі жолын белгілі Суперстар KZ жобасынан бастаған Мөлдірдің бүгінгі күні жүректен орын тапқан жеке әндермен бірталай дуэттері баршылық. Күні кеше гастрольдік сапарын аяқтаған Әуелбекова енді тыңдармандарына жеке кешін беруге дайын. Бастапқыда жоспарлағандай айтылған болатын тоқетер концерт Алматы және Астана қаласында болады деп. Сол ойымдағы жоспардың барлығы іске асып жатыр, Аллаға шүкір. Енді қазіргі таңда 1 желтоқсан біздің елбасымыз тұңғыш президент күніне арналған осындай мерекеге арналған осындай концерт сол күні болып жатыр, өте қуанып жатырмын. Сонымен қатар әншінің туған ел атты алғашқы есеп беру концерті толықтай жанды дауыста өтпек. Оркестр Заратуштра бэндтің сүйемелдеуімен болады, және де фольклорлық ансамбль Астана сазы, және де мемлекеттік трио, форте трио осындай тамаша сүйемелдеуімен жанды дауыста концерт өтеді. Кеште Мейрамбек Беспаев, Төреғали Төрәлі, Райым Уайс, Ұшқын Жамалбек сынды отандық эстрада жұлдыздары және Әуелбекованың шәкірттері Назар тобыда өнер көрсетпек. Сонымен қатар әнші тыңдармандарына жаңа туындыларында тарту етеді. Бұдан бөлек Мөлдірдің кеш қонақтарына әзірленген біраз тосын жайттары да бар. Көптеген қызықтар болады. Халық күтпейтін тосын сыйлар болады міндетті түрде. Аталмыш шарада әнші ойындағы барлық армандарымен жоспарын іске асырып, жиналған көрермендерге ерекше шоу дайындамақ. Демек, түрлі қызықтың балары анық. Айтпақшы, егер көптеген отандық әншілердің жеке кештеріне бару біраз қаражатты талап етсе, Мөлдірде бәрі басқаша. Және де айта кетейін дегенім, бұл біздің спорт және Мәдениет министрлігінің қолдауымен, өзіміздің менің жұмыс орным қазір мемлекеттік қызметте болғандықтан, Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымының қолдауымен болғандықтан, бізде билет бағасы өте тиімді. Ал нақтырақ айтсақ, билеттің бағасы 500-ден бастап 3000 теңгені құрайды. Ендеше қазақи үні бар Мөлдір Әуелбекованың алғашқы жеке концертінен қапы қалмаңыздар.